даланың. Сендерсіңдер күйін жерді бай төлеңін сал әнін. Дүниенің шымылдығын ән сап тұрып ашатын. Мұндай халық жоқ әлемде, шуақтан нұр шашатын. Дала санау, дана санау, ошақ көрген, от көрген. Тәй-тәй басса, қырдан асса, той думан қып өткерген. Бөліп жеген бір үзім нан көжесінде бөлішкен. Қызығында қайғысында ән күйменен бөліскен. Көкжиектен көн асса, қызғалдағын гүл ашса, айналайын ағайын, тойын тойға оласа. Көкжиектен көн асса, қызғалдағын гүл ашса, айналайын ағайын, тойын тойға оласа. Мақтанатын, марқаятын азаматтар бар талай. Кеңейсінші, көбейсінші тойларыңыз тарқамай. Жан жүрегі мөлдір жанның көрген бәрін досындай. Ақ бұлағы ақтарылған біздің халық осындай. Көкжиектен көн асса, қызғалдағын гүл ашса, айналайын ағайын, тойын тойға оласа. Көкжиектен көн асса, қызғалдағын гүл ашса, айналайын ағайын, тойын тойға оласа. Көкжиектен көн асса, қызғалдағын гүл ашса, айналайын ағайын, тойын тойға оласа. Көкжиектен көн асса, қызғалдағын гүл ашса, айналайын ағайын, тойын тойға оласа. Енді әрі-бері жүрісті тоқтатыңыздар. Енді мұнда бөтен ешкім жоқ. Бәрі салиқалы, сауатты той көріп жүрген. Осы мына әрі-бері жүрісті жақтырта бермейтін адамдар ғой деймін мен. Көзіме түсіп жатқан арзан адамды көрмедім. Барлығы қымбат адамдар енді. Олай болса сіздердің рұқсаттарыңызбен бүгінгі тойымызды бастаймыз. Алдарыңызда Саялы Сарыағаштан келген мың бұралған бишілеріміз Арай бишілер ансамблі. Қарсы алыңыздар.
Келесің ерекше әдемісің, елегіндей даланың, арулардың кешегі денегесің, ай мүсінді маралым. Адамзаттың ажарлы көркемісің, күндей ашық қабағың, көңілдегі сезімбей еркек olsun, sağınıştan samalar. Mölderegen, mölderegen janarım. Mölderegen, mölderegen, mölderegen janarım. Sıvışkan akkuday gölbedende, әппақ senin tamağın, жадыратар жанымды тербетілген, үлбіреген жамалың. Сендей сұлу жоқ десем сенемісің, бар ма менің амалым? Бұл өмірге келгендей өлең үшін мөлдіреген жанарым. Мөлдіреген, мөлдіреген, мөлдіреген жанарым. Мөлдіреген, мөлдіреген, мөлдіреген жанарым. Келесің ерекше әдемісің, елегіндей даланың, арулардың кешегі өнегесің, ай мүсінді. Жіп үзілген тәспінің моншақтарындай шашылып билеген қазақтың қыздарына қол соғып қошемет жасап қойыңыздар. Біз жұлдыз тойымызды бастаймыз ағайын. Рахмет, той құтты болсын. Жиналған халық болсын бүгін ойын мен сауық. Осы тойға келіп тұрмын, әуеніме салып алып, кәрің менен жасында, тойды қыздар расында, күйін әнің биіңде, бәрі осында. Көп шапалақ, көп шапалақ, ұрып отыр осы тойда от шапалақ. Оңға қарап, солға қарап, тойларында асабаңыз бүгін жарат. Ай-ай, от шапалақ, көп шапалақ, ұрып отыр осы тойда от шапалақ. Оңға қарап, солға қарап, тойларында асабаңыз абзал жарат. Ай! Рахмет, басталмай жатып не деген қошемет мынау.
Ассалаумағалейкум, қазақ елі құрметтім. Ұлылардың әз жолын ұрпағыңа үлгеттің. Тойын жасап шаттықпен өңіріңді гүлдеттің. Жалын тартып мен келдім, асабалық міндеттің. Ортасынан табылып, осынау той дүрмектің. Ал ендеше тойларыңыз құтты болсын. Қазақ елі құрметтім. No roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home. Рахмет. Енді біздің осы кешіміздің төрінде біздің жасы үлкендеріміз, ақсақалдарымыз келіп отыр. Және де құшағы жұмаққа айналған біздің аяулы аналарымыз келіп отыр. Елінің жоқшылығына әрдайым жүрегі дірілдеп жүретін, елінің тоқшылығына әрдайым күлімдеп жүретін осындағы асыл ағаларымыз бенен жеңгелеріміз келіп отыр. Олай болса, бата тілек қабыл болып, той құтты болсын. Енді Пазиловтар әулеті әу бастан ақ атасын ақылды, анасы ақылды болған тұлпара тағалы, қарабасы бағалысын алып, қолы жағадан, аузы тобадан түспеген әдемі әулет ағайын. Енді бұл әулеттің ошағы өздеріңізден бөлек болғанмен, түтіні бүрішіп жатқан, қашанда есігі ашық, төрі жазық, дастарханы жайылы тұратын той егелері Асқар әкеміз бен Жұмакүл анамызға қуаныш той құтты болсын деп, Абай ағамыз бен Дилфуза жеңгеміздің бүгінгі той құтты болсын деп, және де Сандуғаш, Жанар, Аянат, Ясина, Жұлдыз той құтты болсын деп бір тағы да қол соғып қошемет жасап қойыңыздар. Рахмет. Қылған құрмет Құдайдан қайтсын. Осындай тойға ырыслеп келген әрбір қонаққа осындай той жығысты болсын деп тілек қосамыз. Енді босағада тұрған жанның берекесі қашады деген. Олай болса, адамзат ұрпағымен көрікті дейді. Олай болса, біз Саялы Сарыағаштан келген Арай тобына қолға саламыз. Орнымыздан тұрайық, шапалақ тұрайық. Бүгінгі кештің жарық жұлдыздары. Шешілмеген жұмбақ
Шашылған еркелер айғай шуғайда. асырған ақ көйлегі бүрмелі ар ұятын жасырған әй шіркін ай қазағымның қыздары әй шіркін ай қазағымның қыздары көркі болған баламның шауын алған жанардың адал емген бесіктен әппақ сүтін анамның Рахмет. Енді жылы орынға жайғасыңыздар. Той иелері, әкеміз, анамыз, аға жеңге, алға қарай келіңіздер. Мінекей той иелері. Аха, сәл алға қарай келіңіздер. Енді рұқсат болса сәл зейінді бе қарай бұрыңыздар. О, ағайын. Ал, ата апа, абай ағамыз, Делбуса жеңге, Құда қаласа той құтты болсын. Ал енді осы ағам мен жеңгем осы елдің батасын алайық деп Құда қаласа өзі дүниеге іряңді, өтімді қыздар алып келген екенсіздер. Осыдан кейін Құда қаласа дүниеге ұл келсін деп той жасап жатыр. Бата тілек қабыл болсын! Рахмет. Қанша қыз? 4-еу ма? Бұдан кейін бала болсын. 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9, 10, 11. Стоп. 11 дегенім болды, деді ғой нақсы. Рахмет. Өйткені адамның бір қызығы бала деген. Құда қаласа немерелеріңіз көп болып, солардың қызығына тоймай жүре беріңіздер. Қуаныштан тойын бүгін жасаған, еліміздің болсын кәрі жасаман, ұл ер жетіп, қыз бой жетіп той жасап, қонақтардан арылмасын, босаған той құтты болсын. Стоп. Рахмет. Бір естелікке суретке түсіп алып келіңіздер. Жақын тұрыңыздар. Рахмет. Мына кісі бір бөлмелі квартирада күшті болып отыр ғой. Наны ләж болса тақтан түсіріп алыңыздар. Ал, іске кіріспедіңіздер. Құдай-ай. Салмасыздар ма, қалайсыздар? Ал, мінекей. Рахмет, енді бір шетке тұрыңыздар. Ал, енді бүгінгі кештің жарық жұлдыздары алдарыңызға келді. О, Абай халқы. Осы тұрақты, осы жақтың жалпы біздің қонақтарымыз. Мүмкіндік болса, сәл назарды маңғарай аударыңыздашы, өтініш сіздерден. Рахмет. Енді мына тойдың басында бір келісіп алайық, сіздерден өтініш. Енді біз осы той егелерімен ақылдастық. Енді сол баяғы қазақтың 40 күндік тойын бүгін міне 4 сағатқа сейдіріп жатырмыз. Сондықтан мен еш қайсыларыңыздың аттарыңызды атамайым, түстеріңізді түстемейм, ат аталмады, түр түстелмеді деп өкпе реніш болмасын. Өйткені тойдың басында құлаққа таққан сырғада қылып әдейі айтып жатырмыз. Мен тостың кезегін топтап қосып беретін болам. Олай болса, кешіміздің алғашқы бата тілегі тереңінен той жайында толғаса, біреу үшін мәнсәп емес олдаса, қай ауылда болар еді қасиет қазыналы қариясы болмаса, алағайын ынтымақтан бүгілме, той болған соң бір шаттанып күлімде. Нар тұлғалы аталарымыз бар ортада, ел ағалары атанып жүр ғой бүгінде. Осы бала көңілмен далал сырғаның томағасын түріп, ашық деген әңгімесін арнап келген біз ортаға кешімізді ашып беру үшін Махмуд атамызды, Амантай түп нағашына, Асқар атамызды, Қалдыбай аталарымызды ерекше ықыласпен кештің төріне шақырам. Және де осымен қоса жалпы ағайындар, аталарымыз, ағаларымыз, жеңгелеріміз, бауырларымыз, ағайындар кештің төріне келіңіздер. Қола
телдескен жұлқынып тай бурыл бұлқынып тыпыршып тұр әне бәйгеге ұмтылып қамшысын соққылап шаңбурап шапқылап арғымақ келеді айғайла қаттырақ рухымен жаңғырған доданы жандырған қазақтың тұлпары даланы шаңғылған қоя тұр басқаңды шаруа бос қалды ал халқым қайдасың аламан басталды бәйгенің дәмін татқым келеді жұлдыздай жанып аққым келеді тұлпарға меніп шапқым келеді арғымақтардың талдырып белін атқа қоныңдар ал Рахмет, ағайындар барлығымыз келдік па? Ағайындар келіңіздер. Аталарымыз, ағаларымыз, апаларымыз келіңіздер. Ат аталмада түр түстелмет деп өкпереніш болмасын. Барша ағайындар кешін төріне келіңіздер. Рахмет, енді той иелері Абай аға. Дельфуза жеңгеміз осында ма? Жеңгем қайда? Жеңгемді бері қарай айтып беріңіздер. Аға. Ал енді рұқсат болса, енді сіздер кетіп қалмаңыздар. Женшеу? Кетіп қалмаңыздар. Енді мұнда жалпы бауырларыңыз бар, қызмет жасайды. Енді рұқсат болса, кешіміздің алғашқы бата тілегі. Енді мүмкіндік болса, сәл назарды бері қарай аударып, өйткені кешіміздің алғашқы бата тілегі. Өмір алма кезек, ақыл аусат, ырыс шұқсат дейді қазақта. Мінеке жас үлкендеріміз келіп отыр. Енді кешімізді ашып беру үшін Махмұт атамыз, Амантай түп нағашы, Асқар атамыз, Қалдыбай аталарымыз бір қадам алға қарай шығыңыздар. Келіңіздер. Міне. Рахмет. Енді сол аралап жылын түгел таныспағаннан кейін бір жылдың баласы сияқтыздар. Жолы жоғарыңыз үлкеніңіз қайсыңыз? Кімнен бастаймыз? Көргенді жақсы көш бастайды, жолы жоғары сөз бастайды деген өзіңіздің ізгі бата тілегіңіз көке. Құрметті қонақтар, міне бүгін үлкен қуаныш болып отыр. Сол қуанышқа келіп отырмыз. Сол қуаныш әр уақытта артынан ере берсін, бақытты болып, ойнап күліп, осы тойда жүре берейік. Әр уақытта жақсылық болып, әр бәріміз тойға қосыла берейік. Алайын құдалар, мына ағамыздың баласы жұлдыз той қоба тілеген жұлдыз тойы құтты болсын. Осы жұлдыз той жақсы өту үшін сіздермен біздер жақсы ойынғы қылық ойнап отырсақ, бәрі де жақсы өтеді. Ассалаумағалейкум қонақтар, бүгін келген бүгінгі Азекеңнің баласының қыздарының үй тойы бәріне келген рахмет. Сіздерге аманшылық, денсаулық болсын. Бұлар тойлары тойға ұласа берсін. Жақсылық болсын, аманшылық болсын. Құда жегежаттар, мынау қызымызды, небірелер қыздарымыздың жұлдыз тойына келгендеріңізге құтты болсын. Әрдайым ойнап күліп, самажап жүре берейік. Рахмет, енді біздің осы ақсақалдарымыздың әліміне дегенше әңгімесі тәмам. Енді қуыс үйдің қонағын құр шығармаған қазақтың тойын бастап тұрған жоқсыздар ма? Арнайы шапан шаттық. Құтты болсын. Мінекей. Мінекей бастарыңызға бөрік басық, иықтарыңыздан шуақ кетпесін деп шапан жауып, белдеріңізден қуат тарап кетпесін деп белбеумен қат тартып қоятын боламыз. Ал, мінекей құтты болсын. Ыстық денелеріңізде тоссын, Құда қаласа. Рахмет. Енді бұлай қылайық, өтініш мүмкіндік болса, енді сіздердің күніге бастап жүрген тойларыңыз болғанмен, осы ағам мен жеңгемнің аңсаған, армандаған, сағынған қуанышы. Сондықтан енді ағайындар қауымы, енді осы аталарымыз, үлкендеріміз, осы ағайындардың жалпы бір-бір сыпыра сөзін салып өтті. Қалған саулық, сәлемді той тосылғанша айта жатарымыз. Енді осы аталарымнан кейін қос бірдей жас үлкен апаларым сөйлесе, қалғаны қосылады деп ойлаймын. Осы аталарынан кейінгі аналарымыз келіңіздер, жас үлкен.
абай келінім дейді. Неберелерің жұлдыз тойы құтты болсын, дендерің сау болсын, ұзақ өмір сүре беріңдер, бақытты болыңдар, той-тойға ұласын. Апа келіңіз. Айналайын балам, өмір жасың ұзақ болсын, денің сау болсын. Істеп атқан тойың тойға ұласа берсін. Өздерің бақытты болып, өмір шүбірлі болып, ертең Құда қаласа бір бала беріп, оны сізге тойына келе берейік. Бақытты өмір сүріңдер, дендерің сау болсын. Не деймін, осында көпшілікке рахмет, дендеріңді аман есен жүре беріңдер. Айналайын қайным, келінім, жасап отырған тойларың құтты болсын. Қыздар үлкен қыз болып, азаматша болып өсіп өне берсін. Арқасынан ұлдары ере берсін. Қыздарымыз бой жетіп, ниеттеріңді ақтай берсін. Сол үшін тойларың тойға ұласа берсін. Рахмет. Ал енді қалғанымыз қосыламыз ба? Өкпе-реніш жоқ па? Ренжімейміз ба? Енді мына жеңгелерімізге алғысымызды білдіреміз. Өздері мінекей ақылдасқан тірлікпен қазақи нақышта киініп алған екен. Құда қаласа үлгі болатындай азаматша кесті жұғысты болсын. Ал енді бір суретке түсіп алайық. Жақын тұрыңыздар, одан кейін жылы орынға жайғасатын боламыз. Ал мінекей жақын тұрайық. Көріп қойыңыздар, көз тігіп қойыңыздар, қарап қойыңыздар. Құда қаласа ағайындар тойда, қызметте қызығып жатқандар болса қол соғып қойыңыздар. Ал қарайық. Стоп. Қимылдама. Қимылдама. Рахмет. Сол отырайықшы аға. Күшті кісі екен аға. Енді былай қылайықшы, мүмкіндік болса, енді ағаларымызда келіндерінің алдында ыңғайсыз болады, сіздер мына жерге бір шетке тұрайықшы. Өйткені алтын бар екен, тәте. Баяғы Сакен Сейфуллинге ұқсайсың ба бірдеңе? Шынымен Сакен Сейфуллинге келеді екен. Мен ойымша да, апа. Енді женше келіңіз. Кімдердің атынан, келіндердің атынан ба? Келінді. Так, мына көйлекті бәрін ұйымдас тіктірдіңдер ғой, Иә? Қаншадан шығардыңдар? Әзілдеп атырмын. Ал осы келіндерінің атынан арнайы жеңгемізге алтын бриллиант ағайын. Аспа оны, аспаңыздар. О! Стоп. Ал енді абай аға келсеңізші. Бұған ана айтып болған сияқты, баяғыда мұғалім тыныш отырды деп айтатын сол жақ тыныш болып тұр ғой бұл. Ал ағамызға шапан шаттық. Ой, класстастар қайда? Жора жолдастар қайда? Рахмет. Болды ма? Алтын бриллиант бітті ма? Ал енді жылы орынға жайғасайық. Рахмет сіздерге. Осындай тойға жетіңіздер. Енді ағайын деген өзі орны бөлек жан. Жайғасайық. Сәлден соң арнайы астайын болады. Мінекей, кешіміздің алғашқы бата тілегі. Рахмет. Ал енді батадан кейінгі той басталып кетті. Енді рұқсат болса. Енді қадірменді қонақтар. Енді мен осы жалпы мұнда ұжымдастар отыр екен. Жалпы жеңгемнің балабақша ұжымау деймін да. Мен енді осы 4-ші тойларыңыз басқарып отырмау деймін. Мен көрген сайын анда бір гәп ойнайтын сияқтымыз сіздермен ше, мен қуанып, ойбай менің әпшелерім келді деп. Енді мен сіздер мені жақсы танисыздар. Енді мен білмейтін жандарға өзім таныстырып өтейін. Менің аты жөнім Абзал Құралбаев, Шардараның тумасы болам. Кішкентайымнан өнерге жақын болып, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында Тұңғышбай Жаманқұловтың шәкірті болам. Маған да бір қол соғып қойыңыздар ағайын. Рахмет.
Енді біз талай тойда боламыз. Мен енді көп адамдарды байқаймын. Көп адам. Енді осы Шымкент жақтан бері қарай. Шымкент жақтан. Біздің осы мына жақта Шымкенттен көп адамдар біз тойға келген кезде бір комплекспен отырады екенбіз. Бүйтіп қасымызға келсе, сәл не етпаса, деп ондай болмайды. Өйткені ағам мен жеңгем күніге той жасап жатқан жоқ. Құдай қаласа, бүгінгі тойда сынамай, өйткені атақ, абырой бәрі Аллах тағаладан. Аллах тағаланың алдында барлықтарыңыз бірдейсіздер. Бүгін бір күшті емін еркін тойлатып, кредитті ұмытып, егінді ұмытып, үйдегі ұрысқан вообще бәрін ұмытып, бүгін Абайдың тойы, жеңгемнің тойы деп бір жақсап атсалсайық. Қошемет қайда? Рахмет. Енді жоғарда қыздарды көрдіңіздер, енді ол кісілер Саялы Сарағаштан келіп отыр. Енді біз өнер адамдары жалпы осы құрметті жақсы көреміз. Сондықтан ертең олар еліне барған кезде, өлә осы Абай халқы өте күшті екен, әнді жақсы тыңдайды екен десін. Сондықтан бір қошемет жасап, шабыт беріп, деп қойыңыздар, арасында пішту деп қойыңыздар. Олай болса, алғашқы тойбастар әні алдарыңызға Арай тобы қарсы алыңыздар. Қайырлы кеш, қадірлі қонақтар, тойларыңыз құтты болсын. Той қаласын, осындай керемет той баршаңызға жосты болсын. Бақыт бар көрінбейтін арақтаңда, біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барыңда бағалады тәубаңа төз, жарықты сыйғып беріп сана беріп, жасаған жоқтан барғы балла қалғы. Санаға алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге, алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Көрінсе тіршілікте күндестерің, жөн болар жылы жұмсақ тілдескенің. Алғыс айт дұшпанды да досыңдай көр, оларсыз биігіңдей білместедің. Жақсы сөз жанымызды байтар тек, жаманның жала жауы байтар кек. Сағаттай сырғып жатқан дүниеде, алғысаң алғыс болып қайтады тек. Алғыс санаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге, алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Арай тобы. Рахмет. Мына бауырымның қызметі күшті болып жатыр екен.
Суретке түсіріп ал, аға. Інім, суретке түсіп ал, аға. Рахмет. О, күшті. Күліп тұрыңыздар, өйткені күлкі адамның көркі деген күліп тұрайық. Ал, енді жайғасайықшы. Сенің өтініші сәл мүмкіндік болса, иә? Рахмет. Енді мен осы нағашылардың құрметіне, осы балаларымыздың нағашылардың құрметіне, енді мен әнші емеспін. Менің мамандығым актер. Енді жетпейтін жері болса жеткізіп отырыңыздар. Баяғы есті ән «Іңкәрім-ай» деген әнді қабыл алыңыздар. Сіздер үшін нағашылардың құрметіне. Бұл өмірде сен маған серік едің, құрбанмын деп антыңды беріп едің, көңіліме жаз үйрі көрік едің. Іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай, мені сағындың ба? Жүрмін жалын мұнда. Іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай, мені сағындың ба? Жүрмін жалын мұнда. Іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай. Бір өзіңді жанардың нұры деген, азап шектім махаббат мұңы менен. Қиянатқа қидың ба шыныменен. Іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай, мені сағындың ба? Жүрмін жалын мұнда. Іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай, мені сағындың ба? Жүрмін жалын мұнда. Іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай. Үшін тағдырға табындың ба? Шалдырдың ғой жүректі жалын мұңға. Сағындың ба сен мені, сағындың ба? Іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай, мені ойладың ба? Тойладың ба? Іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай, мені ойладың ба? Тойладың ба? Іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай, іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай, іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай. Жандар, мана әнді шынымен түсініп, жүрекке қабылдап, шынайы адам, түсінген адам шапалақ ұрдау шапалақ. Рахмет. Енді той иелері қайда? Той иелері қайда екен? Абай ағам қайда екен?
Жеңгем қайда екен? Жеңгем қайда? Қайда? Женше кезеңізші. Ағам қайда? Абай аға. Рахмет. Бұл кісінің есімін осы Абай атамның құрметіне қойған. Одан кейін осы Абайға келіп отырмыз ғой. Абайға келіп отырмыз ғой. Женшем, ойя! Ортаға келіңіздер, жақын тұрыңыздар. Ал енді рұқсат болса, мына әрі-бері жүрген жандар, ағаларымыз. Аха, сәл жайғасақшы. Мұнда жүрген, жаяулар абайлы. Жаяулар абайлы. Қуатын адамда жоқ. Жетектейтін адамда жоқ. Жеке дара шабатын, до свидания. Рахмет. Енді той егелері алдарыңызға келді. Мүмкіндік болса, ләші барынша той егелеріне бір сәт қарап қаңыздарша. Той егелеріне бір сәт қарап қаңыздарша. Той егесіне бір сәт қарап қаңыздарша. Ей, жаным, аға, мені естіп отыру керек. Ей, родной ғой. Ал келіңіздер ортаға. Ортаға келіңіздер. Осы болар Алланың демегені. Осы болар Құдайдың жебегені. Ал ағайын алдарыңызда қарсы алыңыздар. Бүгін күннің қыз жібекпен төлегені. Рахмет. Сіз жалпы Абай деп өзіңіз шірей қабылдамасаңызшы. Өмірді күлес қоя? Өмірді күлес ба? Күліңізші өтініші. Үйткені көбісі айтады, той тамадаға ондай емес. Бірінші сіздерге байланысты. Екінші мына кісілерге байланысты. Үшінші маған байланысты. Сынамаңыздар. Сынамаңыздар, жақсылап өткізейік. Ең бұлай қылайықшы. Маған бір осы достарыңыздың арасынан бір жақсы бір тойды көтеретін, менің осы родной досым, мен оған сенем дейтін кісі болса, атын атаңызшы. Кім? Абзал. Кім, мен ба? Ей, Абзал, кім, қайсы? Досым. Досың ба? Өлі, мен ба деп жанға ба да? Мен, значит, тезкамда да? Абзал, кел ортаға, билеттір, қошемет қайда? Қошемет қайда? Жібе, биле! Еще! Айда! Стоп, қашан келейін деп атсың? Кесей бол. Кесей. Ассаламу алейкум. Тағы таныс болақ. Есім? Абзал. Абзал. Родной ма? Жақсы көресің ба? Конечно. Қанша жыл бірге оқыдың? Бірінші класстан бірге. Бірінші класстан бері. Не жұмыс істейсің? Қалада. Қалада деген? Не жұмыс? Водитель ғой. Ей, жаным құдай. Дағанса ғой, енді бұлай қыласың. Бағана байқадыңыздар ғой. Дос болғаннан кейін осындай болу керек. Қазір әдемі музыка болады. Мұнда қонақтардың бәрін шабалаға ұрысып келесің. Бола ма? Қолдан келгенше. Дегенсің, дайымыз ба? Сол көзде қазір родной көргіші қалай тойды көтеретін. Жібер, маэстро! Жібер, қошемет қайда? Екіншісін шақырады Биле, қошемет! Шақырады. Еще! Екіншісін шақырады пәктігіне кейіпке. Қайда кел! Екеуіңде керек маған жасырайын есіне. 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 Шақырады бикке. Екіншісін шақырады пәктігімнен кейіпке. Біріншісін шақырады бикке. Екіншісін шақырады пәктігімнен кейіпке. Стоп. Осы музыканың авторын тауылмай жүрген ек. Тауып ағасың ғой примерно. Так, мен осы Абзал ағам, менің тезкам, шабалық еңбегі күшті ғой.
бірақ осы кезде жақ шабыла қорған мына ағамыз кеш ортаға. Сіз кеңізші, билеттім, жібер маэстро, приз әкел, приз. Билет жібер, еще! Стоп. Міне. Бұл кісі кім болады? Кім боласыз? Досым. Досы. Мен риза болдым, тойдың басында байқадыңыздар ғой. Мысалы, ешқайсың үндемей отырсыздар. Бұл кісі деді. Шын еңбектеніп жатыр. Приз бер. Ма, еңбек бар ғой, братан. Ма. Бұл жайғас болды, сол басқа іштен. Стоп. Кімге? Өне, бісмілі. Рахмет. Міне добрый кісі екен. Жұма қабыл болсын, братан. Рахмет, жұма қабыл болсын. Дұрыс. Так, енді қаяқта отырдың бағана? Сөз жерге баршы, айналайын, бара ғой. Рахмет, енді осындай әдемі көңіл күйді отырыңыздар. Енді мен ортаға ерекше жандарды. Ортаға келіңіздер. Аға, жеңге, ортаға келіңіздер. Енді мен ортаға осы ағам мен жеңгемнің өтініші солай. Атаналық үлкен сын, бала өсірі ұл өнер, ізінен иманды ұл, ибалы қыз тәрбиелеп жатқан. Біз осы ортаға, осы жеңгеміздің жалпы Наргиза әпкесі және де Әбдімәжид ағасы, одан кейін Асқар әкемізбен Жұмакүл анамызды ерекше ықыласпен кешін төріне алып келіңіздер. Күйзелгенде көңіл суық көрсететін өмір сүріп бұл аруымсың. Қабылдамай бір сыйымды үйрететін шын сүюді мұғалімімсің. Қызғанып та ұрысатын, ұрыспауға тырысатын әбігерімсің. Жүрегімді сез алатын, ауырғанда жазалатын дәрігерімсің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбатым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбатым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақтым менің. О, құда кел, құда! Ой, пірмой! Рахмет. Ал енді бір сапқа тұрайық. Бәріміз мұсылман баласымыз. Құдалар, на жаққа тұрыңыздар. Құдалар. Құда. Кесеңізші бұл жаққа. Болды, міне. Әдем болды. Сіз бұлай қарай. Әкеміз бұлай қарай тұрып. Не жерге кесеңізші, кеншегіңіз қасына келіңіз. Рахмет. Енді бұлай қылайық. Мына сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді дейді ағай. Соңғыдан мына үлкенді сөйлеп жатыр. Қазір сіздер тілек айтқан кезде бұл кісілер тыңдайды. Соңғыдан бір-бірімізді құрметтейік, сыйлайық, қош келдіңіздер. Ал құда, рұқсат болса, мен әуелгі тілекті енді жас үлкеннен бастайық. Осы жалпы Дильфуза жеңгеміздің әпкесі, құда қаласа той құтты болсын. Енді мен аса құрметпен, енді біз құдайдан кейінгі құда сыйлаған, құдағи сыйлаған сол мәрттік осы құдаменен құдағиыңыздың бойынан табылады. Біз аса құрметпен Наргиза құдағиымызға үн таспа өзіңізде. Қош келдіңіздер, қонақтар. Құдағи, тойларыңыз құтты болсын. Мына күйеу балам Абай, сіңлім Ділпұз, тойларың құтты болсын. Құда қаласа, мына кішкентай батырлар ере берсін. Тойды аман есен жақсы өткізіп, бақытты болыңдар жандарым. Тойларың құтты болсын. Рахмет. Ал енді келесі тостың тізгіні жалпы осы жеңгеміздің ағасы, ақылшысы. Қош келдіңіз. Өзімен енді бағана шығып келатқан кезде байқадым, өте адамгершілігіңіз зор азамат екесіз. Осы адамгершілігіңіз өзіңізбен қалып, осы тұғырыңыздан биік самғай беріңіз. Біз тілекшіміз жеңгеміздің ағасы Әбдімәжид құдамызға үн таспа өзіңізде. Жігіттің иықты
сүйіктісі, жеңгемнің сүйіктісі жанаған. Құтты болсын. Абай үкім бақ тілеймін. Құдасымен таусылмай бақ тілеймін, тойлан бақ болсын. Осы үйде жамеке бәр адамдар отырын, бәр отбасына бақ тілеймін. Ама тілеймін. Той тілек тілейміз. Бұл. Рахмет. Құдаға бір қол соғып қойыңыздар. Өзі Құданың өзі бастаңғы әрбі басталған кезде өзі сөзді қысқа сөйлейтін, сөзбен емес іспен дәлдейтін азамат ау деймін. Рахмет. Ал енді мен рұқсат болса, келесі тілек осы Абай ағамыздың Асқар-тау әкесі. Той-тойлап ел мен елді араладым, әркімді өз халімше бағаладым. Әрқашанда жақсыға қамқор болған, аман болсын Асқардай ағаларым. Ержеттім әке, сенімің енді ақталар. Ассалаумағалейкум, құдалыққа жегжаттар. Осы небіреміздің келген тойларына құтты болсын, әрдайым Құда аман болсын. Не дейміз, көпшілікке рахмет, ойнап кіріп жүресін. Рахмет. Ал енді Абай ағамыздың аяулы анасы 9 ай 9-ын көтерген, өсіріп баққан, әуелі нанды сыйла, нанды сұнған жанды сыйла, бүкіл әлемді тамсандырған ақ жаулықты анаңды сыйла деген. Үйстіп, өсіп, өркендеп атқаныңыз әуелі Алла, екінші осы кісілердің арқасы. Аман болыңыздар. Міне сіздің байлықтарыңыз. Біз аса құрметпен Жұмакүл анамызға үн таспа өзіңізде. Қырға да шықтың қызым деп, ойға да түстің алым деп, кешірші ана еркелеп, жаныңды алсам тілімде. Арнасыз Құда жегжат ағайын туыстар келгендеріңізге рахмет. Абай деле бақ қайда барасын, ынды баққа барам дегейді. Сен бақтарың жанып, қыздарың өсіріп, қызығын көре бер. Дендерің сау болып, ұзақ өмір сүре бер. Рахмет. Ал енді құда-құдағи, сіздер шыққан кезде қара базардағы құны қымбат емес, арнайы алысталған алтын бриллиантқа Абай ағам мен Дилфуза жеңгемнің атынан осы аналарымызға, ағамызға, әкемізге арнайы алтын бриллиант, шапан, шаттық. Ана жан ойнап күлші тойыңда, болмасын қайғы ойым ойыңда. Бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ей, бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ана жан ойнап күлші тойыңда, болмасын қайғы ойым ойыңда. Бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ей, бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ана, күндей жарық көздеріңіз, ана, балдай тәтті сөздеріңіз. Рахмет. Аяулы анамызға алтын бриллиант, әпкемізге алтын бриллиант. Дүниені керек емес кезде жинады екен, керек тастың артықтығы жоқ дейді. Адамның ажарын келдіретін алтын екен. Сәндеріңіз сұлулана түсін деген ниетпен алтынға сыйластыққа кезек беріп жатырмыз. Рахмет. Кәні, стоп, алтынды көре жіберейік кән. Өлә.
Ойпырмо. Стоп. Кеше мына алдында жолдас балдар бәріміз жиналып аламаған ек. Сен де өтесіне адам. Құтты болсын. Осы сіңілім берді деп мақтанып, ағам берді деп мақтанып тағып жүріңіздер. Апа, құтты болсын Құда қаласа. Зор болып қалды. Енді суретке түспейміз ба? Жақын тұрыңыздар, естелікке қалайық мінекей. Ата-аналарымыз Мекке менен Мәдине жолың ұшы алыс сапар дейді ғой барған кісі. Ата менен ананы құрметтесең, Мекке болып табылар үйдің іші деген екен. Өз ойыммен күресіп келем, анам айттылым саған сенен, мама қолдан келем. Рахмет, енді жылы орынға жайғасайық. Енді бұлай қылайық. Сіздердің құрметтеріңізге, осы Құдамыздың құрметіне кешіміздің алғашқы биі, баршамыз биге шығамыз. Той құтты болсын! Ойда! Ботақаның қарайсың мөлдіреген көзіңмен, аққу бар гүлдегі махаббатты сезіммен. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып ұялғандай өзгеге. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып ұялғандай өзіңе. Жоғаласың көптеге, келіп кетпеге, сағынышым қайдасың қасыма келер келе. Құшақ жайып қарсы алған арманымсың аңсаған, өзің арнап сүйеттім сен әуенен салап.
Рахмет! Кешіміздің алғашқы биі сол маңдайдағы тер тобыққа түсе қоймас. Енді жайғасайық, сыртта қонақтарды ішке қарай шақырыңыздар, ағаларымызды. Қазір біз ортаға жалпы нағашылар, байырғы құдағылағыларым шақыратын боламыз минуттардан кейін. Ортаны ашыңыздар, би алаңын ашыңыздар. Жайымды тұрмын тағы баяндап, ойланып көргейсің бір аялдап, біздерді күтетін бияле бір баянбақ, бір баянбақ, бір баянбақ, бір баянбақ, бір баянбақ. Алыстау мекен арман ба, алыс мекен көп жалғанда, сезімнің сөніп қалған ба. От болып жанып жоқ болып, бар болып кейін жоқ болып, кетпейді сезім топтанып. Күнім күн сайын сағынатын, болсам да сен іздеп тарығатын. Мен емес өзіңде білесің ғой жабығатын. Рахмет. Ал енді ортаны ашайық. Олай болса алдарыңызда мың бұралған бишілеріміз Арай бишілер ансамблі қарсы алыңыздар.
Арай бишілер ансамблі. Біз керемет кешімізді әрі қарай жалғастырамыз. Рахмет, енді рұқсат болса, нағашылар жігіттің үш жұртының ішіндегі ұлық жұрты, нағашы жұрты болатыны сөзсіз. Мен ортаға тілектес, ниеттес жандарды бағана кештің басында айтқан болатынмын. Айтқан аттарыңызды атамайым, түстеріңізді түстемейім, ат аталмады, түр түстелмеді деп өкпіреніш болмасын. Қазақта айтады, шын дос болсаң, тереземді қақпай кел деген. Мен ортаға Асқар әкеміздің нағашылары, төп нағашылары, Жұмакүл анамыздың нағашылары, Абайдың нағашылары, Дельфузаның нағашылары, және де осы Сандуғаш, Жанар, Аянат, Ясинаның нағашылары, нағашы әпке жезделері, және де байырғы құдағиларымызды кешін төріне шақырамыз. Жалпы нағашылар, нағашы әпке жезделер, байырғы құдағилар. Seni men de bayağıday sulusun o canım sen de bayağıday suyumduge seni uyalganım ben möpüldür gözünde kıyaldadım ben жақсы көрем seni men de bayağıday sulusun o canım sen de bayağıday suyumduge seni uyalganım ben möpüldür ay gözünde kıyaldadım ben ay suyalmadım ben kalay kılayım қалай қылайын мүлдемін демейсің сен қалай ұнайын қалай қылайын мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын Рахмет, ал қош келдіңіздер. Нағашылар, нағашы әпке жезделер, осы әулетке бұрыннан құда болған байырғы құдағиларымыз. Енді бағана осы кештің басында ағайындар шыққан кезде байқаған шығарсыздар, өзі арасынан іріктеп жас үлкен сөйледі. Енді тілек бір, ниет бір, жүрек бір, өз тойымызды өзіміз бұзбайық. Мына тәттіні жей берсең дәмі кетеді деген сөздің қадірін кетірмейік. Енді осы жалпы бір келіскен тірлік болсын. Осы Асқар әкеміздің жалпы нағашыларынан бір екі кісі сөйлесе, Жұмакүл анамыздың нағашыларынан екі кісі, Абайдың нағашыларынан бір кісі сөйлесе, одан кейін Дельфузаның нағашыларынан бір кісі, одан кейін балаларымыздың нағашыларынан екі кісі, байырғы құдағилардан екі кісі сөйлесе, одан кейін қосылайық. Әуелгі тілек Асқар әкеміздің нағашылары. Бар ма? Әкеміздің нағашылары. Асқар әкеміздің нағашылары. Көке. Стоп. Құрметті алыстан келген, жақыннан келген қонақтар, мына бүгін Келес районында сату кафесінде менің нағашым Асқар және Абай, жаңа Абай келіндер, тойларыңыз құтты болсын. Жібек жолын тойларыңыз құтты болсын.
тойға ұлассын. Осы қыздар бақытты болып, үлкен семья болып, көбейіп өзімен өзі өсе берсін. Осы Қазақстанның азаматшасы болсын. Мынау менің жиенім, келіндерім. Осы қыздарыңның, немерелерінің рақатын көріңдер. Той болсын. Барлықтарыңызға осы той жұғысты болсын. Иншалла тойға оласын. Тойдан кемде болсын. Әр үйде той болсын, жақсылық болсын. Барлықтарыңыздың семьяларыңызға бақыт, қуаныш тілеймін. Барлықтарыңыздың үйлерінде осындай той болсын, жастар бақытты болсын. Ең кезегі осы кемпір мен шалды сыйласын. Мына жездем мен әпшемнің мына аруағы бұраурап қалған шығар. Міне осылардың жолын мына жиен жалғастырып келатыр. Осы жиендер, осы балдарының, қыздарының, немере шөберелерінің қызығына тоймай жүре берсін. Иншалла тойға ұласын, жақсылық болсын. Тағы Асқар әкеміздің нағашыларынан бар ма? Тағы келіңіздер. Үлкеніміз, көке. Ал құрметті қонақтар, бүгін мынау Асекеңнің отбасында жиналып отыр екенбіз. Осы той барлықтарыңызға жұғысты бола берсін. Асеке, мынау той құтты болсын. Осы мынау немере тойды атқарып жатсыз. Құда қаласа шөбере тойды атқара беріңіз. Деніңіз сау болсын. Абай тойларың құтты болсын, келін екеуің. Мына кішкентайлар өсіп өне берсін, құда қаласа. Солардың ертең бой жетіп, құда қаласа үлкен тойларында өстіп атқара берейік. Рахмет. Ал енді Асқар әкеміздің нағашылары қосылайық. Енді рұқсат болса, Жұмакүл анамыздың нағашыларынан бар ма? Анамыздың нағашылары. Ал. Анасы, келіңіз. Бұл кісі, апасы, қош келдіңіз, апа. Той құтты болсын. Өйткені шарты әлемді жаулаған Әмір Темір де өзінің анасының алдында тұра алмаған деседі. Құда қаласа той құтты болсын. Апа, өмірдегі жақсылығыңызды берсін, аса құрметпен. Жұмагүл қызым, күйеу балам Асқарымнан небере тойларың құтты болсын. Ділей, Абай, мына қыздарының тойлары құтты болсын. Үлкен ер жетіп, үлкен азаматша болып өсе берсін. Артынан ұлдарың ере берсін. Мына той құтты болсын. Барлығымызға осындай той жұғысты болсын. Бақытты болыңдар. Өмір жастарың ұзақ болсын. Дендерің сау болсын. Аңсаған армандарыңа жете беріңдер. Рахмет. Күйеу балаңыз енәсін жаман жақсы көреді екен. Бағана жоғарыдан бері қарай шықтыңыз ғой. Ойлағаны бай осы енесі болып қалады ау. Енесі болып қалады ау деп ойлағаным жаңалыстырмады. Бұл кісі жалпы Жұмакүл анамыздың аяулы анасы ағайын. Бәсі бүйтіп қарайым, өзі әрең басып бәрі кеп тұр екен ғой. Апа, амам, жас қаншада? 78-де. 78-де. Деп қара, қалым бағана сізге. Әдем болғасау жас кезде. Өйткені баяғы әдемілік бет жанарыңызда қалыпты. Аман болыңыз. Апа, рахмет. Енді анамыздың нағашылары қосылайық. Енді Дельфузаның нағашылары бар ма? Дельфузаның нағашылары. Көке. Үлкеніміз. Ассаламу алейкум, тойшы қауым. Мынау менің бүгінгі тойларың Асеке. Тойларыңыз құтты бола берсін. Мынау жиендеріміз, балдарымыз бақытты болсын. Өздерінен өсіп өніп, өбірлі шүбірлі болсын. Құда қаласам, мынау 4 қыздың арқасынан еріп, осы үйде үлкен ниетке жетуді, Құда қаласа бұлардың бақытын беріп, аман есен абыройлы болып жүруін Алла нәсіп еткен. Құда қаласа сіздердің жастарыңызды бере берсін. Осы әжелердің жақсын беріп, Құда қаласа жиендеріміз аман есен өсіп өне берсін. Дені сау болсын айналайын. Бақытты болыңдар, дендерің сау болсын.
Көкемді бере, алындыре деп қойды көкем. Қайсыда? Әйелдердің біреуіне бере деп жатыр маған. Ол көке. Көке, бопты. Бопты көке. Қайсы үлкеніміз? Кім бірінші тұрмысқа шықты? Сол сөйлесін. Жиен қызымыздың тойы құтты болсын. Арқасынан ұлдар ере берсін. Тек осы үйге жаңағы ендігі жылы бесік тойға, ұл тойға келуді Алла нәсіп етсін. Балдарыңыз көп болсын, өйімдеріңіз жоқ болсын, тек үйіңізде той болсын. Алла нәсіп қылып сүндет тойға келуді бізді нәсіп етсін. Тойларыңыз той қыласа берсін. Сүндет той, ендігі той. Мен де арасынан таңдап, ерке кісіге беріптім да. Еркелеп бұл кісі. Аман болыңыз, апа. Ал енді рұқсат болса Сапаркүл апамыз осында ма? Сапаркүл апамыз. Қайда? Осы аяулы анамыздың әпшесі. Кетіп қалды ма? Ол кісі. Рахмет. Көке кеңіз. Көке. Кеңіз, кеңіз. Кеңіз, көке. Сөйлемеймін дегенде жақсы сөйлейді өзі. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Құдағилар, тойларыңыз құтты болсын. Кеу бала деп болса, тойларың құтты болсын. Құда қаласа, жалғаса өзінің қазында. Рахмет. Енді Асқар әкеміздің нағашылары сөйледі, Жұмакүл анамыздың нағашылары сөйледі, Дельфузанның нағашылары сөйледі. Енді балаларымыздың нағашылары бар ма? Балаларымыздың нағашылары. Құрметті жігіттер, құдалар, мына аманшылық денің сау болсын. Абай, денің сау болсын. Дельфуза қызым, әр уақытта осы тойлар бола берсін. Мына 2-4 жұлдызым аман болсын. Жұлдыздың арқасынан мықты жігіттер бола берсін. Аманшылық, денсаулық Құдайдан тілеп, ендігі жылы Құдайға 5 тойға әр бол 4 көзден төгіліп жинала беріңдер. Бақыт тілеймін. Тағы балалардың нағашыларынан. Бар ма? Көке. Саламалейкум, тойшы қауым. Құда мынау небере тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойға жалғасып, сау саламат, аман-есен болып, мынау Құда қалса, мына көп тілеу көл Құда қалса, Құдайдан тілей берсеңіз береді. Аман-есен болып, осы сіздердің нелеріңізге тойларға кеп, бақытты болыңыз балдар. Рахмет. Енді бұлай қылайық. Жаңа кезекке қайта оралайық. Енді көке мен баламын ғой әлі сіздерге. Бірақ кейбір кезде пендашілікке салынып, әй мен сөйлемедім, маған тос бермеді деп өкпереніш болмасын. Өйткені үйстіп тік тұрып келіп тұрғандарыңыздың өзі біз тілек деп санаймыз. Өйткені сіздердің тілектеріңіз осы әкеміз бен анамыздың жүрегіне жетті деп есептейміз. Енді бұлай қылайық. Байырғы құда-құдағилардан 2 кісі сөйлесе, нағашы әпке жеселдерден 1 кісі, одан кейін ұлдар әпшем қорытындайтын болады. Бола ма? Байырғы құда-құдағилар келіңіздер. Осы әулетке бұрыннан құда болған. Ассалаумалейкум, құдалар. Асқар құда, біріншіден құдағи, той құтты болсын. Той сіздерге құда қыласы. Абай, келін, жастар үлкен азамат болсын. Ниеттеріңе жетіп, бұдан кейін жаңа айтып өтті ғой, сүндет той болсын. Дендеріңіз сау болсын, аманшылық болсын. Мына той тамаша болып жатыр, өзім қуаныштымын. Жастар үлкен азамат болсын, асеке той құтты болсын. Құда. Байырғы құдалардан бар ма? Та, кеңіз, құда. Мына асеке құда, небере тойыңыз құтты болсын. Өмірлеріңіз ұзақ, деніңіз сау. Мына тойыңыз тойға ұласа берсін. Мына абай құда, мына қыздардың арқасынан Құда қаласа, Алла ұлдар ере берсін. Барлы уақыт той думаны болып үйіңізде қуаныш болсын. Ұлдар әпше осында ма? Гүлнар ма? Гүлдар әпшеміз қайда? О, мұны. Как? Құдағи, абай телпөз жандарым айналай. Мына қуанышты күндерің құтты болсын. Осындай тойларың тойға жалғаса берсін.
қыздардың арқасынан ұлдар да келе берсін, соның тойына келейік. Бақытты болыңдар, өсіп өне беріңдер. Рахмет. Ал қосыламыз ба? Енді осы әпшемнен кейінгі кісілер жақсы әйел қосыла шаппайды, қосыла салады деген. Қосылайық. Қосыламыз ба? Рахмет. Енді бұлай қылсақ. Ау. Осы кісімен есептесем де мен, көке, мен де түсініңіз. Осы кісімен есептесем. Кім есімі? Назира әпшеміз. Кеңіздеш, Назира әпшем бар ма? Рахмет. Саламатсыздар ма барлықтарыңызға? Мына құда-құдағи небере тойларыңыз құтты болсын. Құда қаласа осы қыздарым өніп өсіп, таққа отырсын. Гүлбиза, Абай тойларың құтты болсын. Өмір жастар ұзақ болсын. Өздерің бақытлы болыңдар. Рахмет. Және жұмсақ екен бұл кісіні. Енді соң қорытындылық Мираш әпшелерім бар ма? Мираш әпшелерім. Қайда? Ассаламу алейкум. Құдағи тойларыңыз құтты болсын. Абай, Ділпіза тойларың құтты болсын. Құда қаласа осы қыздардың арқасынан ұлдар ере берсін. Құда қаласа ұл тойларыңнан келе берейік. Бақытты болыңдар. Рахмет. Ал енді қосылайық. Қосыламыз ба? Енді бұлай қылайық. Құда, осы жалпы нағашылардың, байырғы құдағылардың ізгі ілтипаты жүрегіңізге жетті деп есептейміз. Суретке түсіп алайық, одан кейін алтын бриллиантқа кезек береміз. Ал суретке түсейік, жақын тұрыңыздар. Суретке түсіп алайық. Рахмет. Ал суретке түсіп алайық. Қазір суретке түсеміз, одан кейін алтын бриллиантты ортаға алып тағатын боламыз. Ал қараңыздар. Ернұр, дайындаңдар. Стоп. Бір минут, көке. Енді алтын басыңызды иіп келгеніңізге рахмет. Енді осы жалпы нағашы әпкелерден алтын бриллиант бар екен. Соны тақсақ болады ғой. Келіңіз, жақын тұрыңыз. Бұл алтын бриллиант, келіңіз. Өз жеке берген жақсы көресі, мені ұрсып, алтын тақпаймыз ба? Деп бұл кісі. Есіміңіз? Феруза. Кім боласыз? Бөлесі болам. Бөлесінің атынан алтын жүзік. Тағы бар ма алтын? Алтын бар ма? Ақшалай ғой. Ақшалай ма? Рахмет. Рахмет. Бәрі айтып атыр, жақса кепті деп атыр аға. 10 деп атыр. Бұл кімге? Үлкен әпшесінің атынан. Бұл? Бөлесі. Ең бұлай қылайық. Аталарымыз, апаларым, асықпаңыз. Енді анам мен әкем мен жасты адам екенсіздер, билет келмей ат болар. Әкелген сиқылы сапаттарыңызды, табыстауларыңызды рұқсат, жылы орынға жайғасыңыздар. Рахмет сіздерге. Ал жайғасайық. Сыртта қонақтарды ішке қарай шақырыңыздар. Біз санаулы минуттардан кейін 2 минут 36 секундтан кейін ортада ойын болады. Ойынның бас сыйлығы стиральный машина.